Менің ең алғашқы және ең соңғы кіші мектептегі ойыным жеңіліспен аяқталды. Біз Алан патшасынан жеңілдік. Және онымен қайта ойнау үшін мен Карасуна мектебіне оқуға түстім. Бірақ не? Сен мұнда не істеп жүрсің? Волейбол. Аударып дыбыстаған теңіз групп. Бөлімді аударып редакциялағандар: Нұрлан Мәжит, Мақсат Мәліков және Жомарт Қыдылбек. Екінші бөлім. Карасунадағы волейбол тобы. Не? Оны Карасунаға қандай жел айдап келді? Жоқ, мен жай ғана қол қоя салуым керек еді. Сен мұнда неге келдің? Ауызбен айту оңай, іспен дәлелдей аламысың? Шенем, және аланда ойнауды әрімен мен жалғастырамын. Соңғы 3 жылда не істеп едің? Жоқ, бұл сол Кагияма Тобио. Сен әлгімісің? Атынды білмейді екем. Менің есімім Хината Сё. Бірақ саған бірінші турда ұтқан топты есе сақтау не керегі бар? Мен сені ұмытқаным жоқ. Оның рефлексі мықты. Сонымен қатар секірісі де, жүгірісі де. Бірақ ол бұл қабілеттерін сол кезде дұрыс пайдалана алған жоқ. Не? Төбелескің келе ме? Ойнай алмайтын ойыншы. Бірінші өзіңе қарап ал. Мен ол сәтте дұрыс ойнай алмадым. Бірақ бұл енді қайталанбайды. Мен сенімен қайта сынасуды ойлап жүредім, бірақ сені осынан көрдім. Енді бір топта болсақ, мен сені қалай ұтпақпын? Басқа мықты мектептер көп емес пе? Неге сен осында келдің? Ең мықты деген мектептер мені өздеріне алмады. Алмады? Алан патшасың ба? Мені олай атама. Ең мықты орталықшы Китагава Дайчи бізге келеді деп кім ойлаған? Өзі қырсық біреу шығар. Тек оны қорқытуға тырыспа, жарай ма? О не дегендерің? Ондай ойымда да болған жоқ. Сәлеметсіздер ме? Вау, сендер бұнда не істеп? Кагияма деген сен бе? Жарайсың келгеніңе. Бойың ұзын екен. Бірінші кездесу өте маңызды, Суга. Оған үлкендерді сыйлау керектігін үйретейік. Танака, түріндегі ұсқын сөзбен енді өзгерт. Кагияма олардан үлкендеу. Бірақ бәрібірде үлкен сыныптағылар нағыз алыптар. Мен енді Карасунаны бірімін. Кеттік. Сәлеметсіздер ме? Сенің бойың қанша? 180 сантиметр. Міне қырсық. Мынау солғы. Бірінші номерлі кішкентай. Демек, Хината екінші өтінім берген. Бұл сен бе? Таңғаларлық. Демек, екеуінде Карасунаға келдіңдер ме? Түсінбедім. Біз сендердің алдыңғы ойындарында көргенбіз. Сен ондай ең кішкентай болдың, бірақ өзіңді жақсы көрсеттің. Рахмет. Қалай секіргеніңді айтсаншы. Байқаймын, әлі мүлде өспепсің.
Мен кішірекпін, бірақ бәрінен жоғары секірем. Сондықтан мен Карасунаның асы болам. О, тыныш. Жаңадан келіп алып, бірден анау болам, мынау болам дейсің. Байқаймын көтенің дәу секілді. Келет деп ойламап едік, бірақ екеуінде келіпсіңдер. Мен тырысам. Сөйлегеніңге қарағанда, мен айтқандай бір затқа үйренген секілдісің. Тағы 3 жылында босқа өткізбеген боларсың. Не дедің? Бұндай сөздің не керегі бар, Кагияма? Менде барлық күшіммен тырыстым. Бірақ бәрібір, менің еңбегім босқа кеткенде сөйлеме. Жігіттер, сендер енді қарсылас емессіңдер. Волейболда бастысы командалық, мықты болсаң өз қабілетіңді көрсет. Эй, дәйетінің сөзін бөлмеңдер. Қалай дәлелдейін? Волейболдық жекпе-жекте. Сен қалай бірге бір шықпақсың? Пастармен бе? Олар олай жеңімпазды анықтай алмайды. Эй, сендер тыңдаңдар. Бұл не айқай-шу волейболдық топ. Орынбасар. Директор. Төбелесейін деп жатқан жоқ шығарсыңдар. О, не дегеніңіз? Біз жай сөйлесіп тұрмыз, солай ма? Тыныш тұр. Бұл орынбасар. Түймеден түйдей нәрсе жасағанды жақсы көреді. Онда пас бер. Мен барлығын ұрам. Эй! Мен алдыңғы жылы тек бір-ақ рет алдым. Түріммен ғана. Мен әртүрлі адамдармен өте көп жаттықтым. Және көп затқа қол жеткіздім. Қол жеткіздім деймісің? Біле білсен, мен бұрынғыдай әлсіз емеспін. Бұлар не, достар? Бұл ерегесудің не керегі бар? Бұл жаңалар ма? Сабыр. Ештеңеден қорқудың қажет жоқ. Бұл менің қолымнан келеді. Бастайым. Секірмелі пас. Бірақ ол. Бұлай, қыздарды, тәтелерде ұрмап еді. Не, қол жеткізген түрің осы ма? Қайтадан. Дереу тоқтатыңдар. Не, ойыншылар өз капитанны тыңдамайды ма? Оу, қандай жылдамдық. Ал енді күтіп алуға дайын. Ондай болса. Бұл парик болғаны ма? Енді көріп тұрмысың? Оны жаңа үлкен қоңырауда бәрі айтып жатқан. Сендер жақсыз әндерді өшіріңдер. Сен де Танака. Савамура, сені 1 минутқа бола ма? Жолымыз болды. Ешқандай жаза болмайды. Кешірім де сұрамаймыз. Бірақ ол кісі ешкімге айтпауымды өтінді. Жігіттер, барлығы сенің кесірің, топас неме. Дымда өзгермегенсің. Қазір жазамды берем. Келіспеуім керек еді. Аузыңды жапшай. Жігіттер, сәл бері қараңдар. Сендерді Карасунаға қандай жер айдап келгендігін білмеймін, бірақ ұтқыларың келетіндігі анық. Я. Бірнеше жыл бұрын Карасуна бәрінде жиналатын. Және бір жылдары республикалық жарыстарға да баратын. Бірақ біз қазір ширек финалдан әрі қарай өте алмай жүрміз. Сондықтан бізді қазір қаза болған жеңімпаздар не, қанатсыз қарғалар дейді. Менің бәрі есімде, Карасунаның қалай чемпионатта ойнағандығы. Мен күнде көшеде көріп жүрген көрші мектептегі үлкен сыныптар. Токиодан келген титандармен ойнап жүрді. Мен қатты қызғандым. Біз тағы сонда қайта боламыз. Кішкентай алып ойнаған аланда қайта боламыз. Қазір мектептер өте көп. Онай ойлап мақсатына республикалық жарысқа баруды шарт қойған. Міне оңбаған. Аландама. Біз жақсы дайындалғанбыз.
Бірақ бұл мақсатқа бізге жақсы ойыншылар керек. Сонымен қатар орынбасардың көңіл күйін бұзбайтын. Білсеңдер, мен сендердің жақсы дос болғандарыңды қаламайм. Сендер орта мектепте оқып жүргенде қарсылас болдыңдар. Бірақ енді бір алаңда ойнағандықтан сендер енді қарсылас емессіңдер, осыны түсініңдер. Жақсы ма? Сендер қандай талантты болсаңдар да, қандай қабілеттерім бар болса да, бәрінің көз алдында қырылсатындар және көңіл күйді құртатыңдар. Бізге керек емес. Егерде бір топта ойнайтындарында түсінбесеңдер, біздің топқа қабылданбайсыңдар. Бөлімді аударған Нұрлан Мәжит. Бір топта ойнауды қалай түсінуге болады? Бұны қалай істейді? Мен қайдан білейін? Өтінем, мені кіргізіңдерші. Мен енді Кагьямамен ерегеспейтін болам. Өтінем. Дайте, сен тым қатты кеткен жоқсың ба? Бізге түсушілер саны онсыз да аз. Және бұлай жасасақ тобымыз жиналмайды. Білем, бірақ. Жолдан әрі тұр. Кешіріңдер. Мен онымен достасамын. Маған сіздермен бірге жаттығу жасауға мүмкіндік беріңдер. Шың сөзім бе? Онымен бір алаңда ойнағанша, өзім жалғыз, ортаңғы және доп салушы болып ойнағаным жақсы. Атаңның басы. Бәрің мойындайсың деп кім ойлаған? Бұнан маған ұнады. Бірақ волейболда допты ұзақ ұстап тұруға болмайды. Және де бір адам допқа 2 рет қол тигізе алмайды. Бұлай қалай ойнамақсың? Сен не расымен топассың ба? Он жақ. Танака, қорғаныс ағашы мұқлапса, мақұл. Алаңда, допта менің көз алдымда тұр. Олар тым қатыгез екен. Қырсық, мен уақытымды босқа құртып отырмын. Олардың бізді кіргізер уақыты келді. Сене біз бір топта ойнайтынымызды түсіндің бе? Мен олардың басты қаруы болам. Осының өзі кіргізуіне жеткілікті деп ойлаймын. Ол өзіне тым сенімді. Бірақ сен оларға қалай дәлелдейсің? Оларды 2-2 жарысқа шақырам және жеңем. Солай топқа қосыламыз. Егер оларға қарсы бірге ойнасақ, олар біздің достасқанымызды түсінеді. Ең қарапайым жол. Үлкендерге қарсы ойнаймыз ба? Егер ұтылсақ ше? Менімен ұтылмаймыз. Ол рас айтып тұр ма? Ол шынды болайын деп бастаған ба? Ал сен маған кедергі келдірмеуге жақсылап тұрыз. Не? Сен мені кім деп тұрсың? Бұндай келісімге кім келіседі? Басқа ойын бар ма? Әлде терезеден жаттығуға қарап тұрғың келе ме? Менің жалғыз ойыным орта мектепте саған қарсы болды. Бірақ онда маған пас беретін адамдар жетіспеді. Тіптен жаттығатын жерде болмады. Сондықтан мен алаңның бұрышында не көшеде жаттықтым. Көшеде? Сондықтан мен бірінші ойынымда үлкен алаңның қақ ортасында тұрған сәтте мен өзімді басты батыр ретінде сезіндім. Шіркін, бұл сезім керемет болған. Керемет? Мен онда ұзақ қалғым келмеді. Бірақ алаңда тек мықтылар ғана қала алады. Таңдау жаса енді. Егер екеулеп сұрасақ, бізді кіргізеді. Егер маған волейбол ойнауға рұқсат берсе, сендей топаспен бір ойын ойнауға келісем. Сен қанша ақмақ болсан да, маған көңіл бөлмеуге тырысасың. Бұл менің сөздерім оңбаған. Кешіріңдер. Өткізесіңдер ма?
Киоко-сан, ақыры келдіңіз бе? Мен көмектесейін. Керек емес, өзім жеткізіп алармын. Киоко-сан, сіз бүгін өте әдемі көрінесіз. Ол мені менсінбегенде өзімді керемет сезінем. Жақсы жаттықтық. Бәсекелесуге дайынмын. Олар тапқазы келіп қарсы ойнауды өтінеді. Келсем. Олар жай ғана кешірім сұрау керектігін білмейтін секілді. Басшы! Бізбен ойнаңыздаршы өтінеміз. Біз екеуміз сіздерге қарсы. Мен дәл таптым. 1, 2, біз бірге ойнай алатынымызды дәлелдейміз. 1, 2 дегендер не? Бірақ ол сөз маған қатты ұнапты. Егер жеңілсеңдерші. Қандай болсаң жазаға дайынбыз. Жарайды. Бізге тағы да 2 жаңа ойыншылар келді. Солармен 3-3 ойнайтын боласыңдар. Бір жағынан да бізде сендердің ойындарында көргіміз келеді. Бірақ егер 3-3 ойнасақ, 3-ші кім? Танака, сен осылармен бірге ойнайтын боласың. Не? Мен? Сен оларды ұнатып қалдың демеппен. Айттым, бірақ олармен байланысқым келмейді. Түсінікті. Мен сені мына екеуіне біраз тәжірибе үйретеме десем. Ойнап айтам. Әрине, мен олармен ойнайым. Қуаныштысыңдар ма? Енді жаза жағына келетін болсақ, егер жеңілсеңдер, Кагияма орталық ойыншы болмайды. 3-ші жылдыққа өтпегенше. Бары осы ма? Егер біздің орталықшымыз қызғаншақ болса, біз бұлай мүлде талмаймыз. Келіспеймісің? Мен сенің топқа кіруіңе рұқсат берем. Саған басқа да орындар толып жатыр. Мен орталықшымын! Онда женіп көр. Сенің ойнау себебін ешкімнің көмегінсіз ұта алам дегенің емес пе, Және менде бармын. Ойың сенбі күні азанда болады. Ал менше. Уайымдамаңдар. Сендермен бірге Танака сэмпі. Міне солай. Сен оларға тым қатты кеттім деп ойламайсың ба? Расымен, бұл саған ұқсамайды да әйте. Бұлай жасауға саған не себеп болды? Қарғыс атқыр. Не? Жаза тек саған қолданылатына қайғырып тұрмысын. Сен басқа орында да жақсы ойнай аласың. Мен бұған сенімдімін. Сонымен қатар, доп салушы ортаңғы ойыншыдан да мықты емес пе? Олар допты салады ғой. Ей, топас! Орталықшы топтағы ең маңызды ойыншы. Ойындағы допқа қолын ең көп тигізетін де сол. Ол бастық секілді, одан асқан ешкім жоқ. Тіпті сенің сүйікті доп салушың да орталықшысыз ештеңе де істей алмайды. Бірақ орталықшылар көзге көп түспейді ғой. Сонымен қатар онда ойнауда қиын. Сен өз көзімен мықтылардың ойнағанын көріп пен? Жоқ. Теледидардан бұны байқау қиын. Бірақ артынан бақыласан, бұл анық көрінеді. Орталықшының қалай тез пас беретіндігі, доптың қалай бір беттен екінші бетке ауысуы, қорғаушылардың ақ көз алдынан өтуі, сосын олардың ол расымен салалама дейтіндігі. Келесі бетте екінші адамның допты тосып секіріп, және бабах! О, келісем, доп салушылар мықты, бірақ орталықшы қорғаушыларды алдап, допты салуға үлкен мүмкіндік береді. Бұл ең маңызды және қымбат, керек орын. Мен сенің неліктен орталықшы болғың келетіндігін түсінгендеймін. Кагияма орталықшы болмайды. Қырсық. Бұл не әзіл ме? Онда бізге жай ғана жеңу керек. Сен үлкендермен ойнауға қорыққанда жоқсың ғой. Дұрыс. Мен сабырлықтан ұту керекпін. Хинатаға мен сене алмаймын. Бірақ маған 2-ші жылдық көмек беру керек. Сенбіге дейін мен саған доп тосуды үйретем. Тосуды? Бірақ біз алаңда жаттыға алмаймыз ғой. Иә. Әдеттегідей жаттығу ертең сағат 7-де ме? Иә. Бұны жайша сұрап бедің? Жай. Орынбасардың парегі ертең жайылмайды деп ойлайым. Жақсысы ол жайлы сөз қозғама. Ертең?
Сағат 5-те жолығамыз. Кешікпе. Өзіңе қара. Тоқтай тұр. Мен сумкамды ұмытып кеттім. Қызық. Алаң жабулы. Терезе арқылы кіреміз ғой дейм. Егер біліп қойса бәлеге қаламыз, ақымақ. Ұйқым дым қамбат. Танака. 7-ге дейін үлгересіңдер деп ойлайым. Танака. Рахмет. Мен қандай жақсы адаммын. Енді мені Танака көке деңдер. Танака көке. Тағы да. Танака көке. Ал жаттығандар. Расымен, сен өзіңе ұқсамайсың да, әте. Бұның қандай да бір себебі бар ма? Олардың алдыңғы ойыны естерінде ме? Кагияманың басқалардан ерекше екендігі анық байқалып тұрды. Бірақ бұлай ол ешқандай да табысқа да жетпеді. Егер ол өзін басқалардан биік санайтын болса, ортаңғы мектептегі жағдай қайталанады. Бұл Карасунаға үлкен кір келтіреді. Бірақ оның алдыңғы жылдан айырмашылығы, Хината енді онымен бірге ойнайтын болады. Хината? Ол өте қабілетті балақай. Бірақ оған көп зат жетіспейді. Бірақ одан мықты рефлекстер, жылдамдық және де мықты секірушілік қабілеттері бар. Оған ортаңғы мектепте тек пас беретін адам жетіспеді. Ал Кагияма оған сай, нағыз орталықшы. Олар жалғыздым істей алмайды. Егерде оларды біріктірсек... Егер олар бірігіп ойнайтын болса... Карасуна ең мықты топқа айналады. Бұған қалай ойлайсыңдар? Кетәрі, мен бірінші. Танака алаңға кіріп қойды, сондықтан сен емес бірінші. Көп оттамай кетші бұлай. Біздің уақытымыз шамалақ. Біз оларды қалай біріктіреміз екен? Алан! Сен мұнда кеше ғана болдың ғой. Кішкентай алып, осыңда жаттықты. Мен бәріне көрсетем. Бөлімді аударып дыбыстаған Теңіз Групп. Қазақша сөйлеуді өзіңнен баста.